Анау жерде аны бауырсақ айғыр келе жатыр. Ал міне жерде бауырсақтың үйіріндегі бір бие құлындап тұр. Бауырсақтың үйірі сәл ары қарай жайылып жүр. Бауырсақ қайырып әкетпекші болып келіп еді. Құлындаған биені оның кішкентай құлынын көрді де соныменен тұрып қалды. Жарықтық. Жылқы деген қасиетті жануар ғой. Барлығын сезеді, сезінеді. Бауырсақтың үйірі анау бір жерде жайылып жатыр. Сәл дөңестеп жүр бұл жер. Мына осы жерге кеп құлындады. Не істейді екенін көрейік қазір. Кішкентай құлын жүре алмай енді аяғын басып келе жатыр. Жаңа ғана орнынан тұрды. Жай уақыт болса, егер бие өзі ғана жүрген болса, бауырсақ қуып әкететін еді ғой оны. Тістелеп, мойын жерге салып, қайырып алып кететін еді. Ал бұл жерде кішкентай ғана жаңа туған құлынды көргеннен кейін қастарында қарап, мазаларын алмай қорғаштап тұр. Бие де құлынын ертіп үйіріне қарай жүрмекші. Құлын да ақырын тыпырлап кетіп бара жатыр. Алла тағаланың адамзатқа берген нығметі ғой. Айғырды баппенен аяңдап бара жатыр, қарайлап. Айғырдың түйсігін айтсаңызшы. Егер қазір қуа кететін болса, құлын әлі жүре алмайды, мертік еді. Бір жеріне зақым тиеді. Обал деген дүниені сездіртіп қойған. Аллаға сан шүкірліктер болсын. Бұл құлын бауырсақтың баласы, бауырсақтың бел баласы. Нұрғаш ма, еркек па, оны әзірше білмедік, сәлден кейін білерміз. Бауырсақтың үйірі ар жағына қарай жатыр. Бұл биенің құлындары сапалы болады, мақты болады өзі. Доғымалақ боп, кәдімгі жардай боп тұрады. Шабағы кезінде де, қыста да күйін бермей шығады. Мақты болады. Бауырсаққа тартса тіптен жақсы болады. Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер дей ме қазақта. Сол сияқты егер еркек болатын болса, әкесіне тартсын. Ұрғашы болатын болса, анасына тартсын. Біздегі жаңалық осы. Биелеріміз өстіп шетінен құлындап жатыр. Көбі таңертең ерте таңға уақыттарда құлындап жатыр. Өткен жолы суық кездерде қарайлап жүредік. Қазір Аллаға шүкір уайымдап жүредік сол кездерде. Қазір енді күн жылынды, жайма-шуақ уақыт. Айғыр өзі қарап жүреді қасында. Тастап кетпейді ешқайда. Үйіріне ертіп алып кетіп бара жатыр. Әкесі, шешесі, баласы үшеуі.